Hey guys, сіздермен бірге бота. Бүгін IELTS-тың speaking секциясы жайлы сөйлесетін боламыз. Яғни жалпы speaking секциясы ол өте қызық секция. Себебі оны сіздер бөлек тапсырасыздар басты секциядан. Яғни оны басқа күнге қоюға болады, немесе оны басты секция болатын бөлімнен ертерек уақытқа қоюға болады. Мысалы, басты секциялар дегенімізде олар listening, reading және writing. Олар бір мезетте болады, а speaking олардан ертерек болатын бөлім. Speaking және одан ең жылдам болатын бөлім. Оған бар жоғы сіздерге максимум 15 минут кетеді. Сіздерді арнайы British Council'дың ұйымының жаңағы мекемесіне шақырады. Сіздерде ол жерде экзаменатор болады, және сіздер экзаменатормен сөйлесу керексіздер 15 минут барысында. Бұл жерде не істеу қажет және не істемеу қажет. Ең алдымен сіздер speaking болғаннан кейін сіздер ағылшынша керемет сөйлеулеріңіз керек. Ол басты талап. Бірақ, егер сіздің ағылшын сөйлеуіңіз қатты күшті болмаса, бірінші совет ешқашан қорқынышты көздеріңізде білдірмеңіздер. Уверенный болыңыздар, не айтсаңыздар да, және өзіңіз қате айтып қойсаңыздар, ол қатені түзеуге де қорықпаңыздар, себебі ол да есептелінеді. Яғни сіздерде speaking-тің критериялары бар, fluency, coherence, cohesion деген. Сіздер қателеріңізді түзесеңіздер, ол да сіздерге наоборот дұрыс. Бірақ қорықпаңыздар, ойбай қате жіберіп қойдым ғой, енді не деп ойлайды деп, олай болмайды. Сонымен қатар speaking-тің 3 бөлімі бар, бірінші introductory, екінші бөлімі және үшінші басты бөлімдері. Егер сіздер бірінші бөлімде ұзақ сөйлеп кетсеңіздер, introductory, ода сіздерге сразу минус, балдарыңызды төмендеп тастайды, немесе экзаменатор сізге сразу стоп деп өзі тоқтатып қояды. Ол да дұрыс емес, яғни әр бөлімге қанша уақыт берілетінін сіздер алдын ала білулеріңіз керек, және экзаменаторда олай стоп деп айтудың қажеті жоқ, ол жаман белгі деп саналынады. Сонымен қатар, екінші совет, көбісі ойлайды, экзаменатор мені енді интродакторида мен аз сөйледім, бірақ ол екінші бөлімде стоп дей берді, тоқтата берді, үшінші бөлімде де тоқтата берді. Неге деп? Негізінде ол жаман белгі емес. Немесе экзаменатор сұрақ қойса да, ол да жаман белгі емес. Егер экзаменаторға дополнительный сұрақтар қоя берсе, тағы да айт деп, ол жақсы белгі деп қабылдаңыз, себебі ол сіздің бүкіл вокабулярыңызды шығарғысы кеп тұр, бүкіл сіздің ағылшын тіліңізді көргісі кеп тұр, наоборот сіздерге көбірек балл бергісі кеп тұр деп ойлаңыздар, ол жақсы белгі. Бірақ стоп деп айтса да, яғни сіздер тоқтау керек. Окей, жақсы деп, главное уайымдамау керек. Үшіншісі, егер де сіздердің қандай да бір жаңағы fluencyіңіз нашар болса, жаңағы coherenceіңіз нашар болса, сіздер оны алдын ала қалай дамытуларыңыз керек. Алдын ала спикингқа кірмей тұрып, мен видео көремін, мен аудио тыңдаймын, ол жеткіліксіз гай. Сіздер кәдімгідей коммуникацияны дамыту керексіздер. Яғни достарыңызбен, мұғалімдеріңізбен, немесе shadowing жасап, сіздерде оны дамытуларыңыз қажет болып табылады. Яғни оны экзамен барысында қандайдан бір сиқырдан пайда болатын зат емес. Яғни басты осы советтер, спикингті егер сіздер осы советтер арқылы тапсыратын болсаңыздар, сіздер 9-дан 9 міндетті түрде аласыздар. See you, bye bye.